Кенеттен түскен қараңғы аспан, қалың қар мен суық жел бұл жаңа жылға дайындалып жатқан қала тұрғындары үшін әдеттегі қыс мезгілі болатын. Алайда бұл жаңа жыл түнінде қалада бір сұмдық оқиға орын алды. Айша және оның достары жаңа жылды бірге қарсы алу үшін ескі ауыл үйіне жиналды. Үй сырттай әдемі әрі тыныш болғанымен ішінде біртүрлі суықтық сезілетін. Бұл үйдің тарихы сұмдық оқиғаларға толы екенін ешкім білмеді. Бірнеше жыл бұрын бұл үйде бір отбасы өрттен қайтыс болған екен. Сағат түн ортасына жақындаған сайын Айша мен оның достары жиналған оттың айналасында отырып, ескі әңгімелер мен аңыздарды айта бастады. Айша ерекше бір әңгіме айтуды шешті. Ол ауылдықтардың арасында тараған қорқынышты аңыз туралы айтты. Бұл үйде бір кездері бір отбасы тұрған. Олар жаңа жылды қарсы алмақ болғанда, бірде-бір уақытта үйде бір белгісіз біреу пайда болып, отбасын қорқытып, оларды түні бойы қуып жүріпті. Сол күннен бастап, жаңа жыл түні бұл үйде әрдайым бір оғаш жағдайлар орын алып тұрады деп айтты. Достар оның әңгімесіне күліп, оны жай ғана аңыз деп ойлады. Бірақ дәл осы сәтте жарықтар кенеттен сөніп қалды. Бөлме толықтай қараңғылыққа шомды. Достарының біреуі сыртқы есікті тексеруге барды. Бірақ есік ашылмады. Телефондарында да желі жоқ болатын. Бір сәтте терезеден бір көлеңке көрінді. Және сол көлеңке бөлмені айналып жүрді. Айша және оның достары бір-біріне жабысып, қолдарындағы шамдарды жағып, үйдің ішін тексеруге шықты. Бірақ шамдардың жарығы әлсіз болды. Және олар бірін-бірін әрең көрді. Бірнеше минут өткен соң, олар үйдің ішінде белгісіз дыбыстарды ести бастады. Қадамдардың дыбысы, шептіктің шуы, есіктің ашылғандай дауысы, бәрі де олардың жүректерін ауыртты. Кенеттен бірде-бір уақытта үйдің екінші қабатынан қатты айқай шықты. Достарының бірі ол жаққа баруды ұсынды, бірақ басқалары қайтыс болды. Алайда Айша батылдық танытып, екінші қабатқа көтерілуге бел буды. Ол баспалдақпен жоғары көтеріле бастағанда аяғы әлсіз дірілдеді. Екінші қабатқа жеткенде ол бір есікті көрді. Есіктің арғы жағында біреудің жүргенін көрді. Айша есікті ашып, ішке кіргенде ол жерде ештеңе болмады. Бірақ есіктің арғы жағында тұрған үлкен айнадан өзінің бейнесін көрді. Айнада оның артында бір көлеңке пайда болды. Айша айқайлап, кері шегініп, баспалдаққа қарай жүгірді. Төменге түскенде достары оны қарсы алды. Барлығы бірін-бірін жұбатып бөлмеге қайта оралды. Сол түні олар бір бөлмеде отырып таң атқанша ұйықтай алмады. Жарық түскенде ғана бәрі тынышталды және олар үйден шықты. Кейіннен Айша болған оқиғаны өзінің ата-анасына айтып берді. Бірақ ата-анасы ол көрген түсі немесе ойдан шығарған әңгімесі деп Айшаға мүлдем сенбеді. Бірақ та Айшаның жүрегінде мәңгілік сол қорқынышты оқиға қалған болатын.